Жан дүниенің жауһар құндылықтары адамгершілік, имандылық, мейірім һәм шапағат. Бұл қазақ журналистикасына жарты ғасырдан астам еңбегі сіңген филология ғылымдарының докторы, түркі әлемінің үздік педагогы, профессор Сейдулла Садықовтың асыл сөзі. Мен сонау 50-ші жылдардың басында Мырзашөл өңірінде дүниеге келдім. Әкем Садық ұзақ жылдар ел басқарған кісі болған екен. Мен 5 жасымда дүниеден өтіп кетті. Сол анамыз, біз енді бір жанұяда 7 ұл қыз болдық. Сол анамыз асырауға барын салды. Ол кезде мақта егетін, сол мақталық, сонымен ер жеттік. Ал енді жалпы мен өмірде шынын айтайын қиындықты көп көрдім. Көп көргенім үйдегі жетіспеушілік бар. Оның үстіне 50-ші 60-ші жылдарда қиындық осы жанұяға қатты әсер етті. Оның үстіне әкеміз ел басқарған бірнеше колхозды құрған адам, сонда бізге мұраға қоржын там қалдырған ғой, басқа ешқандай дүние қалдырмаған, дүние болмаған. Өте сондай қарапайым қоржын там, сонда тіптен жүзіне жылына соятын мал болмағанда ағайындар жинап сойып, солай әкемнің сонелерін, парыздарын атқарған екен. Сейдулла Садықовтың өмір жолы түрлі кезеңдермен тұспа-тұс келді. Ғұмырының басым бөлігін ғылым жолына арнаған тұлға, көршілес мемлекеттерде білімін жетілдірді. Мен Түркістанға келгеніме 27 жыл болды. Жақында 27 жыл болды. Мен Алматыда Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің жолдамасымен Алматыға алып қалған болатын кезінде. Мен 22 жыл тұрдым. Алматы облыстық газетінде істедім. Қазақ ұлттық университетінде қызмет еттім. Кандидаттық диссертациямды Мәскеу мемлекеттік университетінде қорғадым. Докторлықты Мырза Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университетінде қорғадым. Ардақты жан ұстаздық етуден жалыққан емес. Бүгінде шәкірттері еліміздің түрлі салаларында қызмет атқарып, еңбек етуде. 3 жылдан бері біз шәкірт шығарып отырмыз. Керемет шәкірттер бар. Олар Хабар арнасында жүр, Қазақстан телеарнасында жүр, Түркияда, түркі елдерінде жүр. Олар хабарласып тұрады. Олардың барлығы кезінде араларынан мықты журналистер шықты. Тіптен менің бұрынғы 2 шәкіртім Лира Қоныс пен Назира Байырбекова қазір Америка құрама штаттарында қазір докторлығын қорғады. Журналист деген ең құрметті, ең кәдімгі мағынасы терең мамандық. Қазір министрлік, ақпарат министрлігі журналистердің мынау несін, мәртебесін көтеру жолында бірқатар жұмыстар істеп жатыр. Ең сатпайтын, сатылмайтын мамандық осы журналистика. Біз журналистерміз. Міне қазір журналистердің құны өте төмендеп кетті. Анау блогерлер деген пайда болды, анау пайда болды, әлеуметтік желілер. Шынайы журналистер қоғамға қажет. Мен жаңағы ең бастысы адам болу деп отырғаным, шынында да бір жақсы адам болған бала, есейе келе адам болса, ол мықты журналист болады ол. Ол тамыр танысқа да, кәдімгі бір неге де ластерліктерге бармайды. Қоғамның тазалығы үшін күреседі. Журналистика оның тағдырының бір бөлшегі іспеттес. Сүйген саласында жылдар бойы қызмет етіп, 100-ден астам ғылыми зерттеу мақалаларын жазды. 70-ке қараған шағында журналистика тағдырым атты мемуар романы жарық көрді. Мысалы үшін мен өзім ойлаймын, осындай мүмкіндік бір 15-16 кітабында шықты, қалай мүмкіндік болды. Менің кітаптарымның негізі осы Түркістанға келгенде шықты. Бұл жерде 21 ханның сүйегі жатыр. Небір ғұлама шешендердің, билердің, батырлардың сүйегі жатыр.
сен соларға шын жүрегіңмен, шын көңіліңмен кәдімгі неғысаң, тағзым етіп, соларды бір тұтатын болсаң, Алла береді. Алла көтермелейді сені.